Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Мынандай әдемі, моншақты, үйге киетін аяқ киім тоқығыларыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бізге керекті ол үшін құралдар: әлмек 2 номерлі, табан 39 размер алдым. Ол біз шетін тоқығанда 38 болады. Табан міндетті түрде осындай табан емес, бамбук табан алуларыңызға болады. Турецкий балетка тоқитын табандар алуларыңызға болады. Және де жіпті түсіндіріп көрсетіп өтейін. Жіп менде негізгі тоқитыным Alize Cotton Gold Fine дейді. 100 грамда 660 метр. Жіп контрастты жіп. Тура осы жіпті алуыңызға болады. Менде тура Lana Gold, Cotton Gold жоқ. Сондықтан жуандығына қарай контрастты жіп алдым. Және де травка жіп. Мысалға қызыл жіп болса, қызыл травка жіп болады. Ақтан алсаңыз, ақ травка жіп шетін тоқуға. Моншақты да әртүрлі диаметрге аласыздар. Мысалға, сіздер тек қана мен өзім қолымда бар жіппен тоқыдым. Бұл өте жіңішке жіп, жаңа айттым. Қалыңырақ жіптен тоқуларыңызға болады. Ондеше әлмекті 2,5-3 номерлі алуларыңызға болады. Егерде қалың жіппен тоқысаңыздар, өнімді болады. Мына жерде менде 11 қатар тоқылды. Сіздер 7-8 қатармен ақ тоқып болуларыңызға болады. Моншақты аз кетеді онда. Менде мына жерде моншақ 45 дана моншақ кетті. Сонда да есептеп алуларыңызға болады. Жетпей қалмасын. Менде негізі сәл жетіңкіремей қалды. Мына жерлерге моншағыңыз көп болса, көбірек те жасауға болады. Алдарымызды түгендеп алсақ, бастайық. Менің жібім жаңағы айтқандай 660 метр 100 грамға болғандықтан өте жіңішке. Сондықтан мен 3 қабат қып алам. Оны сіздерге оны да көрсете отырайын. Бұлайынан аласыздар. Алдымен 2 қабаттайсыздар. Және де 3-ші қабат. Не, 2-ші қабаттың, мына жіптің ұшы біткен жерден 3-ші қабат жасаймыз. Болды. Ары қарай тоқу барысында көрсетем. Ол үшін біз не істейміз? Алдында біз воздушная петля үйрендік. Воздушная петля аламыз. Бізге воздушный петлядан 5 алу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5. Содан кейін соңғыға әкеліп бекітеміз. Соңғы петляға әкелеміз. Крючогымызды бекітеміз. Бекіту үшін мына мен бекітіп аламыз. Соңғы петлядан алдық қой. Ең бастапқы петлядан алдық. Және крючокта тұрған петляны екеуін қосып аламыз. Енді 3 воздушная петля бос көз жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Орамды баған жасаймыз. Мына бір баған болып саналады. Орамды баған ораймыз. Мына орта бар ғой, ортасынан, тура ортасынан кіргізіп, жұмыс жібін алып шығып тоқимыз. Орамды баған тоқимыз. Ол жайында біз айтқанбыз алдыңғы сабақта. 1, 2, 3 болды.
5 орамды баған тоқимыз. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 болды. Енді не істейміз? Енді бір көше аламыз, бос көз аламыз. Тағы да орамды жасаймыз. Баған күршекке орап алып. Күршекке орап аламыз. Байқасаңыздар, мынау басындағы жіп астына кетіп отыр. Бірге тоқып отырмыз оны. Бұлай алып келіп, мынамен бірге. Бұл жақтан да 5 тоқу керекпіз. Тура осылай. Не? Бос көше алдық, ол ортасы болады. Енді 1, 2, 3, 4-ші тоқыдық орамды баған. 5-ші орамды баған. Енді 1, 3 бос көз жоғары аламыз. 1, 2, 3. Енді мына жерден орам аламыз, орап. Мынау жерден не басталды ғой. Сол жерден мынадан және мына жерден өткіземіз де осы жерден бір орам бағаналы жасаймыз. Сонда мынандай болып арасы ашық. 2 орамды баған жасадық. Енді бір бос көз іліп аламыз. 2 орам жасаймыз. 2 орам. Тура бір орамды сияқты, бірақ күршекке 2 рет іліп аламыз. Содан не ортадан болды ғой, орта кейін ортадағы тесік. Соған кіреміз. Сол жерден жұмыс жібін алып шығып, 1 рет, 2-2-ден енді қосып отырамыз бастарын. 1 рет, 2 рет, 3 рет өстіп қосып аламыз. Бұл 2 орамды баған. Енді бір бос кез аламыз. Мынау жерден енді 2 баған жасаймыз. Бір тесіктен 2 баған жасаймыз. Ол үшін ораймыз. Мынау қабырғасынан алуларыңызға болады. Мынау қабырғасына тура осы тесіктен тағы бір алып шығасыздар. Енді жоғары қарай 3 бос көз көтереміз. 1, 2, 3 көтердік. Орамды баған жасаймыз. 4 орамды баған болу керек. 1 орамды. Мына жердегі көтерген бос көздер 3 бос көз. Ол да бағанға жатады. Сонда енді 1, 2 баған жасалып тұр. Бізде 4 болу керек. 3 орамды баған болды. 4 орамды баған болды. Енді 5-шіні біз бұл жерге 2 орамды баған жасаймыз. Күршекке 1 рет, 2 рет орап аламыз. Мынау тесікке кіргіземіз. Жұмыс жіпті алып шығамыз. Енді 1, 2, 3, 4 петля тұр. Күршегіміз. Енді оны 2-2-ден қосып отырамыз. 1 рет 2-ін қостық. Енді 3 қалды. Бұның 2-ін тағы да қосып аламыз. Және соңғысын. Сонда бізде 1, 2, 3, 4 орамды баған, 1, 2 орамды баған шықты. Енді бос көз іліп аламыз. Енді бұлай бұрамыз, тоқымамыз. Мына жағын бұрып, мына жерден алу керекпіз. Ол үшін 2 орамды баған жасаймыз. Мынау екеуінің ортасына мына тесік қой. Соған кіру үшін бұлай жасап аламыз. 2 орамдыны. Міне жерде менің 3 қабатым жібім бітіп қалды. Бітейін деп қалды. Бұны не істейміз?
мына екіні аламыз, екеудің ортасына ашамыз да бұның ішінен мына жіпті алып шығып былай ұзынырақ қылып өзімізге созып аламыз. Енді 4 орамды баған жасау керекпіз. Бірінші баған орамды, бірінші баған, екінші баған, үшінші баған және төртінші баған. Әрқашан бағандарыңыз санап отырыңыздар, шатысып кетпеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы мына жердегі ортадан, дәл ортадан кейінгі мына жақта 5 болу керек, оң жағында 5, сол жағында 5 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5 болды. Тоқыдық. Бұл дайын, бір жапырақ дайын. Бұны аламыз да мына жерде 2 орамды баған жасаған, соның қарасаңыздар мына жерінен өрімінен алып жұмыс жіпті алып шығамыз. Міне алып шықтық. Енді бұрамыз. Мына жерде қалды ғой, не жер бар. Осы жерден бір орамды баған жасаймыз. Бұл жерде де 4 бір орамды баған болу керек. Екінші баған, үшінші баған. Баған дегеніміз столбиктер. Егер қазақша түсінбей жатсаңыздар, орысшасы столбиктер. 1, 2, 3, 4 жасадық. Енді 2 орам. 1, соңында 2 орамды бір баған болу керек. Және бос бір көзше алдық. Енді сол жағын тоқимыз. Мен оң жағын тоқыдым, енді сол жағын тоқимыз. Ол үшін 2 орам жасаймыз. Көшеден, одан кейін келесі соңына дейін. Өзің жасайсыздар. 1, 2, 3, 4, енді бір екен. 5. Сонда қараңыздар, көбейе береді. Бұлайынан жалпақтана береді. Жапырақшалар көбейе береді. Келесіде, мысалы үшін келесіде біріншіде 1 болды, одан кейін 2 жапырақ болды, келесіде 3 жапырақ болады, одан кейін 4 жапырақ болады. 1, 2, 3. Міне, ораймыз. Міне, мынау жерде, міне, тұр ғой, осының бергі қабырғасымен, мынаның бергі қабырғасынан аламыз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Бір көзше жасаймыз, ұмытпаймыз. 2 орамды баған жасаймыз. Мына үлкен тесікке 2 орамды баған жасаймыз. Бір көзше. Енді ораймыз. Мына жерді көрсетейін, қалай істейтіндеріңіз. Мына 2 ортаға, мына жерде алып шығасыздар. Бұл жерге ылғида бір орамды баған жасалып отырады. Бір орамды бағаннан әрқашан 2 баған, бір тесіктен 2 баған жасап отырамыз бұл жерде. Өйткені біз жапырақ шығу үшін бізде оң жағын, сол жағын және оң жағын тоқу керек боламыз. Бір көшеліп аламыз. 2 баған, 2 орамды баған, кешірім өтінем. Шатысып алмаңыздар. Енді негізі мына өрімнің арғы бергісін алу керек. Сіздер енді бастапқыда болса, сіздерге жеңіл болу үшін бір қабырғасынан алуларыңызға болады. Міне. Осылай.